Сіз қазір бір регистрациямен екі жерге тіркеліп тұрсыз. Хуаге компаниясымен Лимон маркетплейске тіркеліп тұрсыз. Яғни Хуаге компаниясы қазіргі таңда Лимонға тұтынушылар санын жинау үшін дисконтный карта сатып жатыр. Қазіргі таңда 3 түрлі карталар бар. Бірінші серебряный карта $196. Золотой карта $504. Бриллиантовый карта $1000. Әр картаға байланысты өзінің продукциялары мен подаркаларын береді компания. $196-ға 4 продукция плюс 2 подарка беріп жатыр қазір. $504-ға 12 продукция, 2 подарка беріп жатыр. Бриллиантовый карта сатылып жатқан жоқ. Яғни неге? Өйткені қазіргі таңда акция жүріп жатыр. Акция бойынша біздер бриллиантовый карта сатып жатқан жоқпыз. Переход бар. Сіз мысалы $196-ға кірсеңіз, компания сізге $504 картаны береді. Оған 4 продукциясы мен 2 подаркасын береді. Сіз $504 картаға кірсеңіз, сізге компания $1000 картаны береді. Оған 12 продукция мен 2 подаркасын береді. Міне, қазір акция бойынша карталар 50% жеңілдікпен сатылып жатыр. Сонымен қоса карта сатқан кезде қосымша бізге табыс көзін беріп отыр, реферальный ссылка. Яғни любой карта егерлері личник тіркеген кезде 20-60% табыс көреді. 20-60%. Әр осы 20-60 әр 3 личниктан кейін қайталанып отырады. Цикл 3 личниктан кейін қайталанып отырады. Енді соны көрсетіп көрейін сіздерге. Мысалы, мынау сіз $504 картаны алдыңыз, тіркелдіңіз дейік. Біздерде 3 структура бар. А структурасы, Б структурасы және С структурасы. Яғни 3 структурамен жасауыңызға болады. Қазір бірақ біздер 2 структурамен ғана жұмыс жасап жатырмыз. Мысалы сіз астыңызға бір личник тіркедіңіз. Мынаған тіркесеңіз де болады, мынаған тіркесеңіз де болады, өз еркіңіз. Оны $504-ға тіркедіңіз дейікші. Одан сізге 20% $80 қайтып келеді. Екінші адамды да 504-ке тіркедіңіз дейікші. Одан сізге 20% $80 сізге қайтып келеді. Үшінші адамды да $500 мен санай берейік. $500-ға тіркедіңіз дейікші. Одан сізге 60% ол $241 сізге келеді. Уже үшінші адамнан көп қайтады. Міне, әр 3 адамнан кейін сізге осындай табыстар түсіп отырады. Енді осы 3 адаммен сіз шектеліп қана қоймайсыз ғой. Сіз еще тағы да тіркейсіз мысалы. 4-ші адамыңызды мына жерге тіркедіңіз дейікші. Оны да $500 мен тіркей берейік мысалы, есептей берейік. Одан сізге 20%, яғни тағы да $80 қайтып келеді. 5-ші адамды мына жерге тіркедіңіз дейік. Примерно көрсетіп жатырмын. Одан сізге тоже 20% $80 қайтып келеді. 3-ші адамды тіркедіңіз дейік мына жерге. $504 мен. Одан сізге қайтып келеді 60%, ол $241 сізге қайтып келеді. Міне осылай әр 3 адамнан кейін осы цикл қайталанып отырады. 20-60 деп қайталанып отырады. Мінекей. Енді біздерде еще статус бар ғой. Статус бар, Егер де сіздің 2 структуранызда, А, Б структуранызда $5000, яғни товарооборотпен сіз жинадыңыз ба 2 структураныздан? Сіз дистрибьюторсыз, яғни глубинадан барлық әр тіркелімнен сіз 4% табыс көріп отырасыз. 4% әрбір тіркелімнен. Бірақ сіз на дистрибьютор болу үшін сізде бриллиантовый карта болу керек. Обязательно бриллиантовый карта. 4% алу үшін. Екі жақта 5000 товарообороттан дистрибьюторсыз, сіз адам тіркеп жатады ғой мысалы. Любой адам тіркеп жатады ғой, барлығынан 4% алып отырасыз. Мейлі мына кісі тіркесе де бәрібір. Бәрінен шексіз глубинадан 4% алып отырасыз. Енді астыңызда мына бір адам, бір командаңыздағы бір адам тоже 5000 товарооборот жасап, дистрибьютор шығып кетті, мысалы. Сіз бұл адамның уже структурасынан 4% алмайсыз. Оның үстіндегі адамдардан 4% ала бересіз, но мына кісінің структурасынан ол кісі өз алады, жаңағы 4% бонуста. Сіз бұл адамнан 10% чек аласыз, яғни 10% мына кісінің таза табысынан 10% аласыз. Әрі қарай кеттік. Екінші біздерде статус ол 20 товарооборот жинаған кезде, сіз уже менеджерсіз. Менеджер болып, шексіз глубинадан тоже 4% табысыңызды көріп отырасыз. Шексіз глубинадан әрбір тіркелімнен сіз шексіз глубинадан 4%-іңізді алып отыра бересіз. Келесі статус бізде ол 100 товарооборотпен сіз акционерсіз. Акционер. Ол старший менеджер. Ол уже шексіз глубинадан 8%-ін алып отырады.
мінекей акционер. Бұл акционерден контрактқа отырасыз, компаниямен уже акционер болып, табысыңызды осы мировой товар оборотынан, таза табысынан уже дивидендіңізді өмір бақи көріп отырасыз. 49% акционерлердің арасында бөлінеді дивиденд. Әр қарайда 1 жұлдыз, 2 жұлдыз, 5 жұлдыз, 8 жұлдыз деген статустар бар. Ең мақсат қазіргі, осы акционерге шығып алу сіздерге. Осы акционерге шығып үлгеру.